Қайырлы күн балалар, бүгін біз жаңа модуль бастаймыз. 8-ші модуль machines, яғни машиналар деп аталады. Одан кейін 114-ші бетте, 115-ші бетті ашамыз. Slow machines 1, яғни баяу қимылдайтын машиналар. Машина деп отырған бұл жерде көліктер емес, яғни мысалға қазір сабақ өту барысында түсінесіңдер, яғни бізде баяу қимылдайтын машиналар туралы өтетін боламыз. Exercise 1. Look at the pictures. Which of the machines would you use to take a photo, to go to school, to do your homework, to make it ring? Яғни суретке қараймыз дейді. Қай машиналарды сен фотоға түскенде қолданасың, мектепке барар кезде қолданасың, үй жұмысын жасар кезде қолданасың, немесе шырын ішетін кезде қолданасың дейді. Енді қараймыз. Бізде жаңа 114-ші беттегі суретке қараймыз. Міне бірінші A-да біз бұл машинаны неге қолданамыз? Суретке түсуге қолданамыз. B-да кофе ішу үшін қолданамыз. C-да мектепке бару үшін қолданамыз, велосипедті. D-да мысалға сабақ жасау үшін қолданамыз. Осы суреттерге қарап отырып, қай суретті неге қолданамыз, соны жазуымыз керек балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Мысалға біріншісі I use machine A to take a photo. Яғни A машинасын мен фотоға түсу үшін қолданамын деген. Дұрыс нұсқасын жазып алыңыздар. Next exercise 2. Make a list of 5 machines you use every day. Яғни күнделікті сіз қолданатын машина түрін 5 түрін жазыңыз дейді. Are they fast or slow? Ол жылдам ба, әлде баяу ма дейді. Мысалға, washing machine, кір жуатын машина, fast, жылдам, bicycle, велосипед, fast, жылдам. Dishwasher, ыдыс жуатын машина, maybe slow, мысалы баяу. Sewing machine, тігін тігетін машина, fast. Осылай өздеріңіз қолданатын машина түрлерін жылдам немесе баяу деп жазып шығуларыңыз керек бұл тапсырмада. Next, келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 3. Read the complete, use past simple, then match. Оқимыз, сөйлемдерді оқытырамыз, өткен шақ берілген. People put some paper in me. They press it, иди жалғаймыз. The button is on me to write. They pushed the lever to write on the next line. Адамдар маған қағазды қояды, және де жазу үшін кнопканы басады. Және де келесі қатарға түсу үшін де олар басады. Бұл бізде typewriter, B. Келесі, people put some hot water in me. Then they put the clothes in. They used the handles to move the clothes around quickly. Яғни адамдар маған ыстық су құяды, және де ол маған киімдерді салады дейді. Және де оны қолмен қимылдату арқылы жылдам кірді жууға олар пайдаланады. Бізде ол washing machine, C. People put the cassette in me. Маған кассета салады. Then press the play button. Яғни одан кейін оны ойнату үшін ойнау кнопкасын басады, батырмасын. They listen to music on me. Және олар музыка тыңдайды дейді балалар. Бұл үшінші жаттығу осылай орындалуы керек. Бұны да жазып аламыз. Next task, slow machines 2, яғни баяу машиналар 2, listen and number дейді. Яғни нау машиналардың түрлері берілген, қараңыздар. Мысалға тігін машинасы деген секілді. Әр осы машиналардың барлығының өзінің атқаратын қызметі бар балалар. Енді мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқаны жазып алсаңыздар болады. Егер де балалар сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye, children.